Мен отбасысы бар еркекпен жүремін және де одан көп внимание күтем деп кейіпкер өз әңгімесін бастады. Өмірден алынған арнасында тек қана шынайы 100% өмірде болған оқиғалармен бөлісеміз. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Жұрттың жасаған қателігінен өскелең ұрпақ сабақ алсын деген мақсатта ашылған қазақша арна. Ендеше әңгімемізді бастаймыз. Шынайы оқиға. Ең бірінші мен оқиғаны кейіпкердің үшінші жақты айтып беремін, кейіпкер болып. Мен ол еркекті ең бірінші көрген кезде мүлдем менің талғамымда емес екендігін білдім. Бірақ біз олмен киноға бірге барамыз деп келісіп қойған едік ол кезде. Мен оған отмена бере алмадым. Менің тарапымнан ол дұрыс емес болды. Үйгіміз кино көрдік, мен үйге кетейін деп жатқан кезде ол тамақтанайық ресторанға барып, мейрамханадан тамақтанайық деп маған ұсынды. Мен мүлдем тамақ ішпегеннен кейін күні бойына келісімімді бердім. Сөйтіп келісімімді бергеннен кейін тамақ туралы мүлдем ұмытып кеттім. Біз екеуміз 3 сағаттан артық әңгімелесіп, керемет тамақтанып, өзімді кәдімгідей зона комфортада сезіндім. Өзімнің жаңағыдай адамым ретінде сездім. Ол адаммен өте әңгімелесу қызықты болатын, өте ақылды, тәжірибелі, қызықты, сондай әңгімелерінің барлығы бір керемет, сені бір баурап алатындай, саған бір керемет бірдеңе үйрететіндей ақылды әңгімелер айтатын. Ол кезде менің жасым 26-да, ол менен 14 жасқа үлкен болатын. Мен ойлайтынмын, менен үлкен адамдардың барлығы ақылды деп ойлайтынмын. Сөйтіп әңгімелесе келе, оның баласы менің жаңағы жұмыстағы бастығымның бірге жұмыс жасайды екен баласы. Енді оның баласы оқушы ғой. Сөйтіп өзімнің жаңағыдай айналысатын жұмысым жайлы айтып бердім оған, өзіне не қызықты сол жайлы айтып берді. Сөйтіп уақыт кәдімгідей білдірмей өтіп шықты. Біз оның пәтерінде түнедік. Келесі күні ол командировкаға кетті, ал мен оның пәтерінде жалғыз қалдым. Ол маған өзінің керемет үлкен қымбат көлігінің кілтін жайдан-жай тастап кетті, пәтерінің кілтін де тастап кетті, бірақ біз екеуміз бір түн ғана таныспыз. Мүмкін енді машинам соғып алады деп қалай қорықпады деп ойлаймын. Ол үйленген адам, бірақ ол мені тоқтата алған жоқ оның үйленгендігі. Өзіме басында 3 жыл уақыт бердім осы отношенияда. Мен 3 жыл осылай бір адамның жаңағындай махаббатына бөленіп, ақшасына бөленіп, кейін барып отбасын құрамын, бір жаңағындай отбасылы болғым келеді дейтін бір уютный адамдармен жаңағындай отбасы құра салармын өзім үшін деп ойлайтынмын. Мен өзімді удобная женщина ретінде көрсеттім, жаңағындай оны мазаламайтын, оған артық рет жазбайтын, өзімді жаңағындай лишний раз онымен бірге бір жерде көрсетпейтіндей, іздерімді қалдырып кетпейтіндей, парфюм сеппейтіндей, өзімнің заттарымды қалдырып кетпейтіндей, помада тіпті жақпайтындай, оны қатты сағынып, қатты күтпейтіндей, өзіме сондай адам болам деп уәде бердім. Себебі ол өте қалталы азамат еді. Сөйтіп жаңағындай керемет бір любовницаның рөлін ойнап жүрдім. Мен қанша қатты тырысып жүрсем де, жаңағындай оны қатты іздемей, оған қатты байланбауды қанша соған тырыссам да, сезім деген, махаббат деген бәрібір өзінікін алады. Неге? Себебі мен осы мысалға махаббатымызға, жаңағындай удобный болуға, жаңағындай оған ұнайтын нәрселердің барлығын жасауға қанша тырыссам, махаббат мені соншалықты жаңағындай бағалай бастады да ол мені. Сөйтіп керісінше маған деген ода дефицит внимания пайда болды. Себебі ол білді да мен оны жақсы көріп кеткендігімді, оның тарапынан маған деген жаңағындай вниманияның жеткіліксіздігін байқап бастадым. Ол маған көбінесе внимание емес, маған жаңағындай тек қана ақшалай беретін. Неге ақшалай? Себебі ол адамға ақша деген түк те емес еді.
ондай ақшадан көп нәрсе жоқ еді. Әрине маған кейде көңіл бөліп тұратын, внимание бөліп, кейде уақытын бөліп тұратын, бірақ маған ол жаңағыдай көңіл бөлгені маған аз болатын. Себебі мысалға жаңағыдай әнші өлең айтқан кезде артында билеп тұратындар секілді өзімді сезінетінмін. Жаңағыдай основной адам емес, мен жаңағыдай бір сахнаның артында жүретін адам секілді сезінетінмін оның өмірінде өзімді. Ол өте көп жаңағыдай хобби өте көп болатын оның, жүгіретін, жаңағыдай столдың теннисімен, үлкен тенниспен, тауға шығу, жүгіру, жаңағыдай көп хоббиі бардың оның. И мен сіздер түсіну үшін айтайын, жаңағы оның қызығушылықтарынан кейінгі ең соңғы орында тұратынмын. Әрине бірінші орында оның жұмысы, екінші орында оның отбасы, үшінші орында оның жаңағы қызығушылықтары болса, ең соңғы орында мен болатынмын. Бірақ мен соған көндігуге жаңағыдай көнемін, неде болса деп соған ұнасам екен, сол жігітке, еркекке, ер адамыма ұнасам болды деген позицияда болдым. Бірақ мен сол позициядан шығу үшін мен одан көп жаңағыдай внимание талап ете бастадым. Әрине ол оған ұнаған жоқ. Мен сондай жаңағы сен маған көп көңіл бөлмейсің, сен мен қасымда уақыт өткізбейсің деген кезде ол айтатын, екеуміздің махаббатымыздың кемесін шайқалтпа дейтін тұғын. Типа мен басымды қатырма деп айтатын. Ұзын сөздің қысқасы, екеуміздің қарым-қатынасымыз 3,5 жылға созылды. Менің жаңағыдай шыдамымның жеткен жеріне дейін екеуміздің отношениямыз 3,5 жылға дейін созылды. Сөйтіп мен өзімнің ішкі сезімдерімді білдіре бастадым, айттым, маған сенің тарапыңнан жаңағыдай внимание аз бөлініп жүр, маған көп внимание қажет деп бастағаннан кейін ол уже жаңағыдай задний беріп бастады ғой, орысша айтқан кезде. Ол маған айтты, сен мені өте қатты жақсы көресің деді. Маған олай ол дұрыс емес деді, себебі сен менің әйелім ешқашан бола алмайсың деді. Қанша тырыссаң да сен жай ғана енді жаңағыдай менің қажеттіліктерімді өтеп тұратындай адамсың деді. Жарайды, мен сөйтіп өзімнің іс-әрекеттеріме өкініп бастадым. Бірақ бір жағынан өзімді ылғи да бірдеңені күтуші, жаңағыдай ылғи күтетін, үміттеніп, сол келеді, қазір бүгін келеді, ертең келеді деп үміттеніп күтуден шаршадым. Мен өзіме деген сыйластықты күттім. Енді әрине оның барлығы менің ожиданиям болды да, мен көп нәрсе күтетінмін, бірақ ол маған тек ақшалай жағынан ғана беретін да, ол махаббатқа мені бөлемейтін тұғын. Сөйтіп ол өзі айтты, отношениямыз тоқтатайық дегеннен кейін мен ұзақ уақыт, бірнеше жылдар оны қабылдай алмадым бұл шешімді. Маған өте қатты бұл оқиға ауыр тиді. Ол жайлы всегда ойлап тұратынмын. Мен неге айттым, сенің вниманиең маған жетіспейді деп, не үшін мен сондай өзім, неге мен оған қарсы шықтым, не үшін мен шаршадым деп айттым деп барлық жағынан мен өзімді кінәладым. Барынша оны қайтадан өзіме қайтадан қаратып алғым келді да, оған ылғи да сообщение жазатынмын. Кешір, олай болады деп ойлаған жоқпын, мені кешір, мен сені енді азырақ сүйем деген секілді неше түрлі кейбір адамдардың миына кіріп шықпайтын неше түрлі хабарламалар жазатынмын. Бірақ біз негізі қарым-қатынас кезінде екеуміз бір-бірімізге уәде бергенбіз. Егер де біздің қарым-қатынасымыз үзілетін болса, яғни біз жаңағыдай енді қарапайым тіл айтқанда қыз бен жігіт ретінде жүруімізді тоқтататын болсақ, біз оны бірден емес, біртіндеп тоқтатамыз деп бір-бірімізге уәде бергенбіз. И жаңағыдай ажырасқаннан кейін бір-бірімізбен дос болып қаламыз дегенбіз. Ажырасуымызға қарамастан біз саяхаттаймыз дос болып қалғаннан кейін деп бірімізге осындай 3 уәде берген едік. Бірақ осы уәделерге қарамастан біз барлығын құртып тастадық, бұзып тастадық. Бірақ мен ойлаймын, оның барлығына кінәлі өзіммін деп. Себебі енді жаңағыдай өзім айттым ғой барлық нәрсені негізінен. Мүмкін мен үндемей жүре берген кезде ол маған мүмкін бір күннің күнінде келетін еді. Мен әр күнімді жылаумен өткіздім. Өмірім кәдімгідей бақытсыз адамның өмірі болды кәдімгідей.
ақпан айында мен өзіме жұмыс таптым. Сәуір айынан бастап мен жаңағы бір адаммен билейтін жаңағыдай парный таныстарға барып жүрдім. Себебі маған жаңағыдай бір адамнан внимание, мені ұстағандығы, мен біреуді ұстағандығы маған кәдімгідей қатты жетіспейтін тұғын. Сөйтіп көлік жүргізудің курсын оқыдым, жүзудің курсына бардым. Әйтеуір әрең дегенде жағдайымды ақырындап жақсарттым. Біз екеуміз кәдімгідей маған ауыр кезде қарым-қатынасымызды үздік. Себебі мен ол кезде денсаулығымда проблемалар болды, ақша жағынан менде үлкен проблемалар болды. Енді яғни менде тіпті нан алатын ақшам болмады. Мен ол адамға өте қатты сеніп қалдым. Сөйтіп шетелге ұштым бір рет. Сөйтіп дейтін әрең дегенде әйтеуір өзімді жаңағыдай бөлшектерімді жинап бастадым ғой өзімді. Әйтеуір дегенде жағдайымды жасап, бірақ бір кездер маған психотерапевтке баруыма тура келді. Маған мені жаңағыдай тыныштандыратын дәрі-дәрмектер іштім 1-2 ай бойында. Сөйтіп мен осы кезге дейін сол ажырасқаннан бері әлеуметтік желі арқылы жаңағы ер адамды ылғи да қарап отыратынмын, не істеп жатыр деп. Оны сылтауратып жаңағыдай жүзудің курсына жазылдым. Ол жерде бірақ ол адамды кездестіре алмадым. Оның жаңағыдай қызын ғана көрдім, баласын. Сөйтіп әйтеуір деген кезде мен отношения құрап бастадым. Кездесулерге бардым, бірақ одан басқа еркектерді мен көрмейтінмін. Кәдімгідей басқа ер адамдар мен үшін жиіркенішті, сөйлеген сөздері дұрыс емес, білімсіз, түрсіз, сондай болып көрінетін. Тіпті маған кәдімгідей бір танымал американдық жұлдыз келсе де мүмкін маған сондай көзқарас болатын еді менде. Себебі мен әлі өткен жігітімді әлі ұмыта алар емеспін. Жұмысымдағы жаңа коллегаммен төсектес болдым, жаңағы жігітімді ұмыту мақсатында. Сөйтіп уақыт өте келе жаңағы жігітті ойлап тұратын едім да, бірақ жаңағыдай әлеуметтік желіден оны андуымды қойдым. Жаңа жігітті ойлап, есіме түсіріп, сағынып бастаған кезде оның маған жазған менің жаңағыдай адами қасиеттерімді төмендететін, менің самооценкамды төмендететін, оның тарапынан жаңағыдай хабарламаларды бұрынғы жазған соларды оқып отырып, оған деген сағынышымды басатынмын. Өзімнің жаңағыдай махаббатымды төменге түсіретінмін оған деген. Сөйтіп осы стресстің төңірегінде дейін ба, мен өзімнің стрессімді тамақпен жеңдім. Сөйтіп 23-25 килограммға толығысып кеттім. Сөйтіп одан кейін бұл салмағыммен мен еркектерге мүлдем қарай алмайтын болдым. Әлеуметтік желі арқылы енді жаңа өткен жігітімді қарауды қойдым. Ол мен үшін мүлдем жоқ деп қабылдадым өзіме. Сөйтіп басқа жаңағыдай ер адаммен таныстым. Ол менен 9 жасқа кіші болды. Өте тақырыптар, әдемі тақырыптарда әңгімелесетінбіз, ол жас болса да. Бірақ онымен біз отношенияны құрып кете алмадық. Мен әлі де кездесулерге бармаймын, себебі өзімнің әлі қалағандай, өзімнің армандағандай дене бітіміме келген жоқпын. Тәжірибе жағынан келетін болсақ, егер уақытты кері қайтадан айналдыратын болсам, мен үйленген адаммен жаңағыдай қарым-қатынас құрмаушы едім. Себебі сен жаңағыдай оған тең емессің да. Ол бәрібір сені өзінің ойыншығындай көріп, күндердің бір күнінде таздап кетеді, пайдаланып. Ал сенің қаншама уақытың құр босқа қалады, махаббатың барлығы саған ертең стресс болып кетті. Сондықтан да отбасылы адаммен қарым-қатынасқа түсудің мүлдем қажеті жоқ деп кейіпкер өз әңгімесін аяқтайды. Бұл оқиға жайлы өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Кейіпкердің оқиғасы сіздерге ұнады ма? Пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Бүгінгі оқиға сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Өздеріңізге қажет нәрселерді керегін алып, керек емесін алып тастаңыздар.